Привет. Привет. Ты видела эту фотографию? Нет. Хочешь покажу? Хочу. Вот смотри. Капец, классно, да? Да, блин, там так круто. Ну, вообще классно. Ну что, пойдем? Ага, пойдем. Давай спросим, где гардеробная. Извините, вы не знаете, где находится гардеробная? Кешіріңіз, мен орысша түсінбеймін. Я ее не понимаю. Я тоже. Идем. Пойдем. Тіл ұлттың басты негізі. Қай ұлттың болса да, өзіне тән қадір құрмет тұтатын ана тілі. Тіл ұлттың басты негізі. Тіл жойылса, ұлт та жойылады. Ұлттың өн бойына нәрбелетін күші, тілі тұтас, халықтың ділі мен діні тұтас, жері мен елі тұтас келеді. Ұлт зиясы Ахмет Байтұрсынов, ұлттың сақталуы мен жоғалуына да себеп болатын халықтың өзі, тіл жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп кесіп айтқан. Бүкіл әлемде қазақ тілінде 15 миллионнан астам адам сөйлейді. Біздің заманымызға дейін қазақ тілі әліпбиі 4 рет өзгерген. Руна түркілік, руна жазуы. Алғашқы жазбалар 3-8 ғасырлардан басталды. Араб графикасы 1920 жылдардың соңына дейін басылып шыққан тұңғыш кітап Сейф-ел-Мәлік поэмасы, ұлы ақын Абай жұмыстарын араб тілінде жазған. Қазақ тілі әлемдегі ең бай, ең әдемі тілдердің бірі.